Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісте қуат коэффициенті және максималды қуатты тасымалдау жайлы айтатын боламыз. Еске сала кетейік, элемент арқылы жұтылатын орташа қуат бізде мына өрнекке тең болады. Яғни S бізде ол айқын күш, ол Vm көбейтілген Em бөлінген 2-ге тең. Орташа қуаттың айқын қуатқа қатынасы қуат коэффициенті деп аталады. Яғни P бөлінген S. Яғни бізде ол тең болады мына өрнекке. PF тең болады косинус көбейтілген θV минус θI-ға. θV минус θI бұрышы қуат коэффициентінің бұрышы деп аталады. Еске сала кетейік, косинус бұл жұп функция. Fx тең F минус x. Яғни бұл y өсінде жатады деген сөз. Косинус x тең болады косинус минус x-қа. Бұл бізде бір қиындық тудыруы мүмкін, себебі PF тең косинус θV минус θI тең болады косинус θI минус θV-ға. Біз θV минус θI-ді PF-тан ерекше түрде есептей алмаймыз, сондықтан біз коэффициентті жетекші немесе артта қалған деп белгілейміз. Яғни θV минус θI 0-ден үлкен болған кезде қуат коэффициенті артта қалып тұр деп айтамыз. Ал егерде 0-ден кіші болатын болса, онда жетекші болып тұр деп айтамыз. Тізбек электр станциясынан тұтынушыға электр желілері бойынша электр қуатын беруді модельдейді. Тұтынушыға белгілі бір жүктеме үшін, яғни кернеу, теледидар, кір жуғыш машина, электрлік жылытқыш және тағы да сол сияқтылар үшін белгіленген кернеу кезінде қуат қажет болады. Электр жеткізу желісінің өзіндік кедергісі бар екенін ескереміз. Электр жеткізу желісі арқылы жұтылатын қуат компания үшін шығын болып табылады. Олардың барлығы алюминий және мыс сымдар. Олардың ішкі кедергісі мен индуктивтілігі болады. Электр желісіне сіңетін қуатты азайтудың жолын табуымыз керек. Электр жеткізу желісін өзгерте алмаймыз, яғни R1 және L1 бекітілген. Тұтынушы белгіленген қуат деңгейінде орташа қуатты күтеді. Біз P және Vm мәндерін өзгерте алмаймыз. Яғни не істеуге болады? Ондайда жүйеге қосымша жүктеме қосу арқылы мәселені шешуге болады. Яғни интуитивті болып көрінеді. Желі импедансы бізде тең болады R1 қосылған J омега L1-ге. Желі арқылы жұтылатын орташа қуат Em квадрат бөлінген 2 көбейтілген R1-ге тең болады. P және Vm бекітілген болғандықтан, бізде мына элементтер мына тоқ арқылы өтеді деп айталамыз. Яғни P тең болады Vm көбейтілген Em бөлінген 2 көбейтілген PF-қа. Em тең болады 2P бөлінген Vm көбейтілген PF. Яғни P желілік бізде мына өрнекке тең болады. Мына теңдеуге қарайтын болсақ, PF бізде бөлімінде орналасқан. Ол жоғарылату электр беру желісі арқылы жұтылатын қуатты азайтады. Яғни ол тең болады косинус көбейтілген θV минус θI. Яғни θV бізде θI-ға тең болған кезде максималды мән 1-ге тең болады. Яғни жүктемені төзімді деп айтамыз. Электр жеткізу желісіндегі шығынды азайту үшін біз тұтынушы жүктемесіне толтырушы импеданс енгіземіз. Біз қуат коэффициентін жаңа кедергі арқылы түзетеміз. Түзетілген қуат коэффициенті PFC және сәйкес бұрыш тетасы деп белгіленеді. Жүктеменің импедансын келесі түрде көрсетуге болады, яғни Z тең R қосылған JX. Өтемдік импедансты мына түрде көрсетуге болады, яғни ZS тең болады RC қосылған JX-ға. Z дегеніміз ол резистордан, индуктивтіліктен және токтан құрылған импеданс болып табылады. Бұл импеданс өзгермейді, алайда IL өзгереді. Өйткені жаңа ток компенсациялаушы импеданс арқылы өтеді.
Біз орташа қуатты сіңіру үшін кедергілерді өтегіміз келмейді. Сол үшін реактивті элементті таңдаймыз. Және бізде қуат жұтатын резистивтік бөлімі болмайды, және жалпы параллель ЗП ЗЦ параллель З-ға тең болады, яғни ол тең болады РП қосылған GX-ға. Резистивтік тізбектер үшін жүктеме кедергісі тевениннің эквиваленттік қорек көзінің тевенин кедергісіне теңестірілгенде максималды қуат қорек көзден жүктемеге тасымалданатын білдік. Яғни РТ тең болады РЛ. Бізде ZL жүктеме импедансы тевенин эквиваленттік тізбегі бар деп есептейік. ZT тең болады RT қосылған GX-ға. ZL тең болады RL қосылған GXL. Жүктемеге жеткізілетін орташа қуат тең болады IM квадрат бөлінген 2 көбейтілген RL-ға. И кешенді амплитуда тоғы бізде мына теңдеу арқылы беріледі. Қуатты беру максимизациялау үшін RL және XL мәндерін таңдауға болады. Яғни жүктемеге жеткізілетін орташа қуатымыз бізде мынаған тең болады. Сонымен бірінші теңдеуді азайтудан бастаймыз. Егер біз бөлімді минимизациялайтын болсақ, бұл өрнекті барынша арттыра алатынымызды байқаймыз. Бірінші мына бөлікті жоюдан бастаймыз, яғни x-ті қосылған xl квадрат. Егер xl тең минус x-ті деп орнататын болсақ, онда бізде бұл бөлік жойылады да, нәтижесінде мына теңдеуіміз қалады. Екінші теңдеу максимумға жетеді, егерде dp бөлінген drl 0-ге тең болса, онда бізде rt мен rl-мыз теңеседі. Максималды қуат беру үшін жүктеме импедансы ZL тең болады rt минус GX-тыға. ZL ZT жұлдызшаға тең болған кезде қуатты максималды тасымалдау пайда болады. Жүктің максималды қуатын беретін жүктеменің импеданстарын табуымыз керек және берілген максималды қуатты анықтауымыз қажет. ZL тең болады ZT жұлдызша, яғни ол тең болады 5 қосылған G6 омегаға. Енді иді есептейміз. И тең болады 10 көбейтілген 0 градус бұрыш вольт бөлінген ZL қосылған ZT. Яғни 10 0 градус бұрыш бөлінген 10-ға тең, ол бізде 1 көбейтілген 0 градус бұрыш амперге тең болады. Енді жүктемеге берілетін қуатты табамыз, яғни PL тең болады I квадрат бөлінген 2 көбейтілген RL-ға. 1 бөлінген 2 көбейтілген 5, яғни 2,15 ваттқа тең болады. Бұл дегеніміз біз жүктеме 5 қосылған G6 омега болған кезде қуат максималды мәнге, яғни 2,15 ваттқа жетеді деп айта аламыз. Осымен 28-ші дәрісіміз аяқталды.